Сәлемді қарайғыға тұрай фирдәшібізді дауам етәбіз. Танылған музыкант Илгиз Гизмо өзінің рахмет деп аталған альбомын тәқдим ете. Бүгінгі премьера алдынан артист студия бізға ині пәдірек ошы хақта әңгемелешіп алырға ният білдірді. Хәм біз бик ташадбыз, шылай етіп қаршалабыз. Илгиз Муллағаламов біздің студия бізі қынақта. Бізді артистің фото-хағына түл хатта өйделі бар. Илгиз қайылдерді. Сәлем. Тәусират хені құтлайбыз. Бүгін, 2 сентябр ол хенің тұрмышыңда шулай бик mühim data. Büte olgan muzikal maydansıqtarda hinin şu albomu sığasak. Сағат несәге көтәбіз? Хоңғарақ сығарақ деп ойлағайнық. Хоңғарақ сыға башлаға 3 сентябр сығау ихтимал. Анға біздің үшін қорқыныз қалбетінде 3 сентябр біз бәлі бірағыла Шуфутинскийді тыңлай. Шуға үрмәт кәтіп 2 сентябр. 2 сентябрға үлгіріп қалырға тілінді кәдім. Қорқыныс нема болды тәм. Әдір әңгі, мұна шу, бұл хенің бірінші альбом? Біздің Гизмо түркінің альбомы интернет сілттердерінде бүтін площадкаларда бар. Бұнығы енді тәуге акустик альбом. Хоңғы вақыт бүтін ежат шу акустик гитара мәңгені башқарла бетінде, концерттарда шу сығыштардыла гитара мәңгені беріп үргіз шуға. Шундай альбом итеп, шундай версиялар ешлеп, сығарға болды менде. Айда альбом тұрағында ентікләбірәк. Ненде ердар, неме тұрағында кімге тағайынланған? Кімге рахмат әйтірге тілеген, рахмат деп аталар? Рахмат деген ерға келгенде ол енді бүті ата-әсейдерге башланған. Чүнки ата-әсей болу ең қатмарлы іштердің бірі бетінде болудан яла. Хәм мүхімді болғанда енді. Ең мүхімі, менің ата-әсейдерге бағышлап ятылған ер. Рахматты білдіруі. Көнін йоқламай, көнін бізгейтек. Өздерін елләмей, баларды өстерәбі теп ерген ата-әсейдер. Шул ерді тыңлап, әдірек өздерінің баларының рахметін тойғын тегендей. План бойынса, әңгемен ағылағында хендерларға тейшінің. Әлі план бойынса, менің көңілді план екінсі өдігерді. Мен осы ерді әлі өгештім келі, сөңке әлі репетиция вақытында ерланық, менің көңілім ұша ерлап деп өтір. Әйдегі тамашасыларды одақ көттірмейік, оларды несекеттерге нервыларын ханамайық. Әлінен өк Илгиз Муллағаламовтың рахмат ері. Кеттік. Йымшақ өләм баласын, әкірінгені тапай бала аяғы. Башқа ойынсықтарын кім ташығын тек өді. Яндыра аяғын қыдған япрақтар, ағындыра инді әдір шылсақтар. Башта яңғыр аята әсәйімдің өддәрін. Рахматлы бұл халқын тегенде, қояшың елығын бергенге. Рахматлы бұл хағыш келгенде, нұрдары көңілге енгенге. Рахматлымын халқын тегенде, қояшың елығын бергенге. Рахматлымын хағыш келгенде, нұрдары көңілге енгенге. Тәдірамдерді борана қабояған, әкірінгені барған болам ойланам. Мен бармағам елдарымды кім өтір тек өдім. Қардай ауа күнді яңы ямақтар, ағындырыр бір қасан ұшы сақтар. Башта яңғыр ай бала сақтан білген өддәрім. Рахматлы бұл халқын тегенде, қояшың елығын бергенде. Рахматлы бұл хағыш келгенде, нұрдары көңілге енгенге. Рахматлымын халқын тегенде, қояшың елығын бергенге. Рахматлымын хағыш келгенде, нұрдары көңілге енгенге.
Эй, афарин! Хәзер заманы шулай. Ерлау ултыра шулык вакытта социаль селтердә барлыкка килә. Мин әле менә халык үтмәгән стористарымды. Һөйләшә торыгыз. Һөйләшә торган мин стористарда халык үтәмдә. Шулай ук теге майдан сырттарда ла тыңларга мөмкин. Һәм бүген студиядә туры эфирда Илгиз Муллагалам һөйләшәбез. Илгиз, әйдә әле менә иҗатташ дуҫың Тимур Ямалов менән бергә оештырган концерттар турында һөйләп үтәле. Так, концерттар, ну, дөресен әйткәндә вакытта күп концерттар биреп өлгөрмәнек тә. Хәзер менә безнең киләһе концерт сезонына әзерлек башланып кына тора. Шуңа тиздән мәгълүмат тулыгынча булачак. Кайда, касан, кайһы урыннарда нисәлә килергә икән yetiştiribез. Шуңа әзрәк аны карап барырга кирәк. Үткән концертларга килгәндә бик окшаны, бик шәп булды. Без чөнки улай, нисәгә әйтәгәндә, улай булып сыгырын үдебез көтмәнек тә. Чөнки гыйнварда быел аны менән күрешкәндә дә бергә шулай эшләп карыйк дигәндә, ярай бер-ике концерт эшләһәк, шул да булһа етер ине дигәндәй уйлар менән генә башлап киткәйнек. Әмма Өфөлә менә тулы зал йыелгас, соңыннан башка калаларда ла эшләй башланык бит инде. Кайда булдыгыз? Быел без дөресен әйткәндә, без Аскарда гына 3 тапкыр булдык быел. Аскарда акустик концертка һуһагандар дип һәгымтә һәргә мөмкиндер инде. Кандыр нисек тә шулай юл ятып тик тора Аскар аша һәм икән шунда инде сыга инде. Шул Силәбе, так, мен онытып үттем уже дөресен әйткәндә. Яралла булгас кайда планлаштыраһыз? Һез кайһы яктарда көтергә? Быел Башкортостан буйлап күбрәк йөрергә өметтәр бар инде дип әйтәйек. Һәм тулы мәгълүматты һуңгарак белдермен, чөнки хәзер әдрәк алдап ебәреүем ихтимал. Әйткәндә бөтә булган йырларын тиерлек үзең иҗаттың. Үҙендә, көйендә. Кайдан килә илһам һәм күбрәк нимәгә батым яһарга тырышаң, нинди юнәлешкә? Дөресен әйткәндә, илһам быел килеп тора, былтыргы ел менән сагыштырганда быел бигрәк контраст өстендә микән, белмәйм, йырдар языла, аларды. Быел эфе өйдә утырган концертында һәм әлбәттә илһам килә. Шулай да. Як, былтыр өйдә утырылды. Быел инде тышка сыгам, бөтәләр матур, кешеләр матур, бөтәләр елмая, шуларга караң да, хокланаң да, йыр язга килеп тик тора. Шулай. Так, һорау нимә торганда булды, мен оныттым. Юнәлештәр. Ата-Сәйдәргә булды. Ата-Сәйдәргә булды. Мөхәббәт турында йырдар беттеме? Мөхәббәт турында йырдар бар, әлбәттә, алар күп, язылып тора, аларны бетмәй дә куя нишләптер. Алар да кәмерәк, йөрәк картаймай. Әдерәк китеп йырлайым тиһәң дә, нишләптер алар күбрәк килеп сыгып тик тора. Без Илгизгә уңышлар теләйбез. Бүген бөтә булган музыкаль майдансыктарда Илгиз Рок Гизманың рәхмәт дип аталган альбомын көтәбез. Түземлек белән карап барыгыз һәм күзәтегез. Илгизгә уңышлар теләйбез. Яна, ошо студияда осрашканга тиклем. Хөрмәтле дуслар, һезгә хәерле иртәләр, матур көндәр, ошо алтын көҙҙө тик яҡшы ваҡиғалар менән ҡаршылайыҡ.